алнынды пістің болғыны алды бі, пос хайжы нымақчылары бар болғыныр. Хайпрелері пөс кузының хакас черне тексі саблынжыңныр. Ағбынды наукастезіглік институт азылғының андағы тоғынжылар алыптығыны мықтырны, олың айны мықтырны кепчоқтарны чип, ұлық тоқсет сылғыныр. Бүнгі күнге ол ұлыстың 2-3 сазыры алыптығыны мық басыл барғын тұпсанылча. Ол пістің чоның ұлық испай болча, алыптығыны мықтырны сықын кізілерінің аттары дызың, чонды көмістің ұндудылча. Оларны фольклор стезікжілерілі жақсы білчелер. 2018 жылды біздің хайжынымықшылардың, сабылы хайжынымықшылардың танықтылшы түрен күнеріміндік қас қылғымызлар. $160 шықсылу Кадышевға, аның түрен жылы 1858 жылды. $115 Иван Семенович Аргудаевға, $115 Макар Константинович Добровға, $105 Анна Васильевна Курбежекова $105 Парасковья Васильевна Сулекова пазы 95 Дарья Федоровна Шандакова. Ол попсың саблық хайжыны мықшылар, тақпықшылар, хайзыларының түренчілері пазылған. Біз едек білшіміз пара хайжыны мықшылар, тақпықшылар, хайзыларының түренчілері пазылбан анкеталарды хайжын экспедициялар бастылған тұсты. Аныңары бүгінгі күнді біз архивный материалардың тоғынзыбыз, біз күстенчіпіз табырғы, алай ба үренчілері чоғыл. Аны идек біз күстенчіз базарға. Хакниялінің фольклор бөлінің ұстық жызы Надежда Степановна еледі чыл алыптығыны мықтырның айғыз парша. Ол алыптығыны мықтыр аймақ хайжыны мықтылардың базылғының танықтыпша. Носынады Валентина Евгеньевна статьялары пасқан хайжыны мықтылардың ары. Алынжы книга сықын 2000 жылды. Анды кенді де оланы хайди үнінді Петр Васильевич Курбежеков таңары толдырып басшы, Семен Прокофьевич Кадышев таңары толдырып басшы, ол пасқы хайжыны мықшыларды адыпшы. Амғы тұста біз уже алыптығыны мықтырдың айғыз жатқын исследователер біз күстенчіз пасқы хайжыны мықшылардың идек таныстырға біздің шонны білзінір хайды. Может быть, мен сақшым, алыптығыны мықты қығырғыныр, чепілбенжілер, или алай бы, сезмен қалғаныр, кем аны басқаны, алып қызыл түлгі, алып қыстыжы. Шон білші, ағаның кем басқаны ол алыптығыны мықты. Макар Константинович Добров, ол идек жарқасыған, аның айдолайды, айдолайды көбізі білші Петр Васильевич Курбежековтың айдолайды. Айдолай бар Макар Константинович Добровтың. Ол сықын пастағызына 1946 жылды хакасский фольклор кендеді сықын. Хайжыны мықшы болырға бірде институтты үгірітпенжілер. Кізі позылы тартылып, ол неме ұлығылырдан үгірінір. Хакасияда хайжыларының чонар арызындағы мари болғанда, аймақ черлердің келген хайжыны мықшылар эдек танықтыпшылар. Олар постары күстін ізінің ұлығыларының сонжы чөріп, хайлерға, алайны мықызырға үгірінгінір. Болғынна хайжыны мықшының чүртіс жолы хайди ол хайжы бұлары хайди паршая. О бастағызын олған тұзынды олар Сыбыры хайжын келісі, басқа хайжын мақшылары олар исшілер, тыңны әпшілер. Олың айлайнеміз ол сипші, олар аны алтшілер постарыны. Олар аны идеистіп-істіп, олардың чедіреді сюжеттері, темалары қостыра, ол прайсип, олар аны
чедериді уже пілгеже чет барзы, аның олар аны олғын аразында постарының, олар аны күстінчілер жоқ тергі. Ана соның уже қажын олар күстінчілер аның уже хай, чатханнан кен балыбы хомастан өгірініп басты. Ол көбізі танықтыпшы қажын олар тексті уже білпалзылар, үн ситкісін сия болшы чатханнан алайбы хомастан ол хады аны толдырырын. Ситкісін сілер аның хай керек, И вот олар аны қажын үзін жүзін ол уже чоналына сықшы, аның қажынның мақшының болырға керек хай, инструменты чатханалы хомас алып тұғыны мықты сішілер. И вот мне қажын ол уже чоналына сықшы, аның исшетканы аудиториясы уже сеткі болыраны исшілер и көршілер аның қос сөзі қайдығы аның алыптары қайдық темалар, қайдық сюжеттер. Аны уже палапшы чон. Андығы ұқчол ирткен пұлттыр ташты пайманың ең саблы хайжын мақшыларының бірсі Константин Антонович Алай Камутай Бастаев. Ол 1908 жылды бұдырық алды түрен. 2007 жылды біздің фольклор пөлі қары торатық қарахан книга сығарғыныр. Ол чарадылығын Камутай Бастаевтың жүз жазына 2007 жылы тозылшытқынды сығарғыныр. Мынды сөз алынынды Валентина Евгеньевна Камутай Бастаевтың чүртіс чолының ары пасылғын. Камутай Бастаевтың пабызы позы хайджыны мақшы болғын. Әжізі тізің ұс қолығы болғын. Хакас көбінет кері тікчің, кізілерге тік бержің. Революция алынынды олар кізілерге тоғынып чүрті жаңнар Еремеев бай болғын. Аға чалынып пабызы тоғынғын. Аның Камутай Бастаевға да үз жылы аның қолынды тоғынырға келескен. Филология наукаларының кандидаты Юлия Иннокентьевна Камутай Бастаевтың стезіглік тоғыз басқынды көп чапсық танығылар тап тұзылынған. Камутай Бастаевтың қызы Светлана Константиновна Кулумаева ол фольклор пөлінді тоғынған. Анды пабызының ар чоқ басылған. 17-18 час толғынды Камутай Бастаевға түз түзілтір. Ол түзінді ақ сағылық апсақ келтір. Түпчеткін осқыз. Сен ұлықым базы ұлық хайджы болызың. Но Камутай Бастаев түзіндік чоқтыпша. Мен қам поларға қынмейін жам. Ол апсықтың ебірі аңнер, құстыр, кілескелер пұлтыр. Аның ұсқын келгінді түзін чоқтыптыр. Аның ненжеді түз еркінді ағырыпстыр. Ағырып чатчытқанды олар зары пір қызыл ерді, пір өрікін кіртір. Ол түшен оқс. Но ештерің мен ұрық жол сығыпстым. Ер бұл парғынды қонжың чер тілепчем. Сілерді қонмаларға чарер бітіп сұрынтыр. Аның аны посттарлар, аның азырын чытқанды стол кестінді түпшеткен оқс. Сілердің мұнда ағырығы палы чаша, мен аны емні бізіргі сағынчам.
Аның аны иштіртірлер камота езар. Аның уланы емні піскен оқыс. Светлана Константиновна түше бабызы чоқтанында болыр түше хади олы емнен. Менің сағысты халбандыр түше хади. Аның соның ол хайжы болсықтыр. Хайжы нымықчы болырының ол пабызына көктен. Пабызы Антон Николаевич хайжы нымықчы болған. Пазы аның тайзы Павел Тадазаков ол түсті хайжы нымықчы болып саблынған. Ол камотайға пастағы чатқаны жазып берген. Соның камотай чоқты жың болтыр. Пабызының пазы тайзының пасқа пазыр ағызы үйде қалыптығыны мақтарсы жаң мақайдық. Анаңар хайжыны мықчылыр пүсекті түлдің түлге пар жаңнар. Пабызы оқчылы камотай чақсы аңжы болған, тайғыны чақсы пілжің пазы тайға хынжың. Пастағы қонығында аның пис балы болтыр. Аның совет тұзынды ол аймақ тоғыстырды тоғынтыр. Андығда бұлзы қаралырды, қысқы қаралырды ол алыптығыны мұқтырсың болтыр. Аны естіргі көп кізі жылысың болтыр. Аның чап бастыл бұсқында ол чағы парыпстыр. Аның чады аймақ фронттарды чалызып, екіғі те балығылыттыр. Аның чат ұзынды аның сөбірізі оға ирегі кіртір. Оға ирелінтірлер, чиз четпін, тоғынары чоғыл по алды. Ипчізі Тапоева бұлтыр ис алдың. Аның тайызанды, пайкызы бұлғын оқсын. И андары күспарыстыр семьязының. Аның часының келгінді пазы хонмандырлар. Аның часында аны камотай бастайыфты өлің жазызары тоқсқай зыпсқыныр. Анда ол нақ қонықтың төстіпчі. Ол қонықта олардың 6 палы болғын 2 өрен, аның 4 палы қалча. Олардың арызында Светлана Константиновна Кулумаева. Ол көпчілер пістің секторды тоғын салғын. Пабызының ары пістіңлерге көп материал чыбылырғы оңдай болып бұрғын. Хайдыда тоғынзы Камотай Бастаев алыптығыны мұқтырны зырын хажында тоқтатпан. Эди аның ұзы тил подырғын. Ол хайжыларының пазы тақпақчыларының облыстағы чылығыларында марғыларда арылызып чиңсше сықчың. Ұзын көздіп, икіғеті Москвазыр чүргін. Валентина Евгеньевна Майнагашеваның чоғының хостыры Камотай Бастаевтың 11 алыптығыны мұқ базылғын. Бұл қары тораты қарақан нымықты Кызласова пастыр, ол типографияның 9 зандыды бұлтыр. Позы идек пастыр Камотай Бастаев, ол түрчіл школыда үйгірініргі маңнантыр орыс тілін жақсы білтір. Аның ары нендеді алыптығыны мұқ позы пастыр. Иди чүс жазынға біздің сектордың 9 жылары Валентина Евгеньевна Майнагашева, Светлана Константиновна Кулумаева, Лидия Кузьмовна Читаева пучындыны сғарсылғыныр. Мұнды үз алыптығыны мағы кірші. Қары тауратық қарақан, аның ақпары атығы алтын сабақ, күміс түктік күрің атығы алтын кеспі. По алыптығыны мұқтары чарық көргінір. Пасқалары прай рукописті хайрыл чалыр.
Камутай Бастаев хайлып, чатхан хағып алыптығы нымақсшың болтыр. Нымақтар еледі білген осқыз. Хоспай сөстік, холық, өттік үнік хайжы нымақшы болған тіпшелер. 1969 жылды ақ тасқыл журналда Камутай Бастаевтың ары чоқ базылғын. Филипп Бутотов аның ары оживший хайджит чоқ басылғын. Олар таныс болғыныр. Ол тұсты Филипп Бутотов корреспондент болып тоғынғын. Ол тұсты Камутай Бастаев уже саблы хайджи болғын. Аның чат ұзынды ол тақпықтыр сабына жың болтыр. Аның пасқы чажылыр тыжың болтырлар. Хадисин хорық пен чаға парчап асин сарыныр сарнық чазың. Ал мен хорық пен жам, ол полыс жам меге ол сарыныр тыжың болтыр. Аның аны хакас жамбулы тұфады болтырлар. Пір андығы чалы зығыда аны атып сықыныр алы. Хайдеді палығылы тұсалтыр. Аның соның аны арғызы тоже хакасының болтыр, алқылтыр. Аның түшін осы, пістің хакас жамбулы хазық айлынды. Анды хоз произведение да идет кіршөбіс я хади саблығы хайджи нымықшы Камутай Бастаевтың хайпіре чұртыс чолынды пұлғын немелерді аның алырға чажыр тұсағын чапыз. Чат ұзынды пұлғын немелер сын пұлғын бұлыр сағын чам. Аның ары оға, анды тілі чақсы мұндағы сілік сөстері ол хади сарнып чытқын, хомыс хади ойнып чытқын оға сілік басылтыр. Аның ары піске істіс часы хайджы нымақшының чолын істіс часы піске оға керек андық танығылыр. Көргіжілерге хайжы нымақшының төлінің ерпілерге жапсық болыр. Стезігжі анзын чарт берген yok. 2016 жылды біз Таштып районынза пазағыз аймақтарынзары экспедицияның чөргіміз. Иди бізге өліс түскін Камутай Бастаевтың олғының тоғазырғы, аның сөбірізінің. Андрей Константинович Бастаев 1959 жылды көріптір. Ол оче олға болтыр. Ойнақсам, көмік емес, көптеқ. Чатқан нама? Көптеқ. Асларда қайды чатқан? Аның чүтті сұна болған. Чүтті сұна. Немі папаларды. Тұтыр қажет. Келісшіге. Келісшіге. Көмес. Кетелсе. Пұстағын сарынып шызыр бі? Пұстағын сарынып шызыр бі? Анды тоғасқынды қайдық қайқыстық неме ұшырабы сынды. Андрей Константинович хонтыр Павел Васильевич Тадановтың пархызының. Ол Надежда Алексеевна Таданова. Мен Таданов қыстары болчым. Амна Бастаева, амна жоқ. Бастаева. Таданова оғын. Родым барық нысы сұры. Родым сөйлесі бар. Хайжы нымақ жол неме Таданов. Менің Павел Васильевич, ол менің неме қайда ағым. Павел Васильевич, мен Алексеевна, Надежда Алексеевна. Вот он, да, читайлікчілер мұны. Дедушка, Анна Владимировна, дедушка. Ой, бабушка, Угжан.
А вот пыстың редкий фотография болған. Анды дедушка и Андрейдің абызы. Нема. Но қадылар и чатқанда отырды. Час оны. Анды көп знаменитый кісілерде. То ли амны час оны. Атамыз учылынығды тазды. Вот Григорий Павлович анды чуртан, дядькам анды чуртан. А уже что, возраст, бір 4 час тұрса бұшы. Дядя Гриша бұл сөйлеп берчелер мына. Ой, тіпчелер вообще маға толғы жақ говорит. Прай ибді, прай неметче говорит, как зях осы. Чесетче говорит, ну, иди мақтырс. Вообще-то мен анды басқы кезеге сөйлеймін. Анда барчы бұл армия бар келген. Мен басқы болғым да еді. Асқыс районды болғанда, Исалды болғанда бізге жоқ түпшілер. Мұнды түпшілер Камотай Бастаевтың пастағы сөбірізі чүртопча. Чүртан хам пархылары халықтары. Андрей Бастаев ұржы болғыны, ол Камотай Бастаевтың пархызы. Біздің пөлікті тоғынғын Светлана Константиновна үйдек тақпақтар матып сычың болғын. Пюль Константин Антонович алай Камотай Бастаевке 110 час толғын болырчы. Біде фольклор пөлінің тоғынжылары хайжы нымақчылардың арыстезігілік тоғыстыра паршалар. Надежда Степановна тізің Макар Константинович Добровтаңар кандидат диссертациясында баз пістескен. Аныңар көп чапсық немелер пілші. Пүл аға 115 час толғын болырчы. Макар Константинович Добров 1903 жылда түрен өк ақсы алды асқыс аймағында, ол тұстолы асқыс аймағына кіршеткен. Кішігдің сғары ол үйдек басқы позны үгіретшілерінің ол бір алды жүртіп шыққан қайжыны мұқшылардың алыптығыны мұқтырды есшің, мұқтырды есшің, бірай бұл біздің қайде біз астағы поэзияны жанрлары бірай аға келіскен. Истергі бірай. Үнінді Макар Константиновичтің қайжы нымықшы болырына болысқан ижезі. Ижезі Макар Константиновичтің сұрттық болған. Ижезінің ады сұрттық. И кішік тұзынды олуға көп нымықтыр жоқты жан болдыр. Үнінді нымықтыр. Ижезінің ол алған Макар Константинович. Че абызы алыптығыны мұқтырсың Макар Константиновичтің. И вот алыптығыны мұқтырдың аның үні гречізі абызы болған. Идек шөктерге керек олық алды, алайбы пұчағынға алдағы ол тұстағы қайжыны мұқшылар кемні мен адершісім аның үгіречілері болған. Ол Тачак Софьянов, Оты Райков, Хыршын Карачаков. Аныңда басқалары. Алыптығынымық ақылының көк құлын Макар Константинович Добровтың азылған нымықты. Ол пастағызына искін 1915 жылды уйбытты. Бұл какра уйбытты читон частығы Оты Райковтың искін оланы пастағызына. И аның 1936 жылды ол боқ алыптығыны мұқты, ақылының көк қолыны. Ол искін олғының, Оты Райковтың, уже олғының искін. И ол позы қажын экспедиция болғанда, аны интервью алғанда, ол жоқтыпшы 47 жылды, базылған ол алыптығыны мұқтың, жоқтыпшы ол тұсға пілшеткен кізі қайжынны мұқшы сычеткен ол алыптығыны мұқты базы жоғыл. Макар Константиновичті қалғын ол. Базы ол жоқтыпшы, базы сычеткен кізі бұл алыптығыны мұқты жоғыл. Макар Константинович Добровтың чүртіс чолның ар жоқтызы,
Аның чуштызы Никле Болбан. Чибіргі 1901 жылдың басты, Макар Константинович, ол председатель был в тоғыны пастан сельсовета. Поздно тюренчі алынды, я. Аның түршіл тоғынып, 1906 жылды ол ағыр пысқан. 1906 жылды тоғынып ол ағыр пысқан қараходы ұсқынаның. Ол кішігді оспаның ағыртыр. Қараходын четірсіған. Чей тұсты, 33 жасы ол же. Но жоқтерге керек ол тұсты, ол уже біздің бақанды полсшың общество слепых. Харах Кюрбинческое. Ну вот общество слепых. Вот оларға ол уже хабысшың, бүткін полсшың прай жерді. И 1933 жылды аны персылғанар, ол председатель болып барған, ол обществоны, Харах Кюрбинчестің кізлерінің. И ол обществода 10 жыл тоғынған. Біздің рукописный фонды Макар Константиновичтің мен санывшым материаллары көп ынымақтары, көп аның кеп шоқтары, сүйспектір, басқан кізлер, мен ұлы қалғызым сақшым қады, біздің ол тұсты мындық техника жоқ болған, қайжын ынымақшылар бар болған, и пәді қолдың басып, мындық балы пулбыз испай бізге бәді артыс бергенер, Хайжыны мақшы қазықтың кинекте болғын болзы, кішігдің ескін, чоның чая чызын, базаға төлге артысқан. Біздің фондта жарқа сықпан 12 алыптығын намақ бар. Анынчы сықпан? Сықын бүде үнін санын жоқты біз, чепасқы хайжыны мақшыларының теңістірі. Макар Константиновичтің алыптығын намақтары бүде жарқа сықынар олар. Біздің библиотекада бар Макар Константиновичтің алыптығын намақтары бұл 65 жылдағы, 41 жылдағы, отыл жылардағы 50-65 жыларды сықын біздің бұл қағаз жоның намақтары, ол кенделерді аның бір намақтары, репертуары бар аныңанды. Мындық кентелеріні сағам садығды болырдың олыңай библиотекаларды да табылырға сейдік. Анаңар амғы төл мұның алнындағы хайжын мақшылардың арпілбін дежі. Ол кенделеріні хатып чары хасқар жың болза чарирчық. Базы Хакниялінің қолының пазылғын пөлікті қары олчатқан алыптығыны мақтарға, олыңайны мақтарға, кеп чоқтарға базы басқада астағы поэзия қайық айландырып, ол алынжы кенделерінің чархасықын болзы, төліпске қайдық тұзы болырчы.